Қонақтың кеткеніне емес, келгеніне қуан. Сізді қуанып қарсы алатын үйге жиі бармаңыз, ал сізді жақтырмайтын үйге мүлдем бармаңыз. Үстелде тұрған тамақ емес, орындықта отырған қонақ маңызды. Қонаққа баруды ұнатсаң, қонаққа шақыруды да ұнат. Қонақтар екіге бөлінеді: тезірек қайтқысы келетін және ұзақ отырғысы келетін. Біріншісі әйел, екіншісі күйеуі. Біреудің үйіне соқыр болып кіріп, мылқау болып шық. Қонақты жағымпаздықпен емес, құрметпен қарсы ал. Үйге қонақтар келсе, сағатқа қарама. Қонақ көңілсіз болса, үй иесі кінәлі. Біреудің үйіне қонаққа бармайтын адам өз үйіне де ешкімді шақырғысы келмейді. Үй иесі қонақтың барлық өтінішін орындауы керек, ал қонақ ештеңе сұрамауы керек. Жақсы мейман әрқашан уақытында келеді. Қонақты әңгімемен тамақтандыра алмайсың. Егер қонақтар болмаса, әр үй қабірге айналар еді. Қонаққа бірінші болып және соңғы болып ешқашан барма.